Қайырлы күн. Бұл видео жаңа упрощенка режимінде қалу үшін қалай уведомлениеге қол қоямыз, сол туралы болады. Яғни 2026 жылдың 1 қаңтарынан 1 наурызына дейін упрощенка режимінде қалу үшін жаңа упрощенка режиміне өту уведомлениеге қол қою арқылы жүзеге асырылады. Егер де сіз қол қоймайтын болсаңыз, онда автоматты түрде 1 наурызға дейін қол қойып уведомлениеге жібермейтін болсаңыз, онда сізде общий установленный режимде қалатын боласыз. Ең алдымен жаңа салық кабинетіне kmp.kgd.gov.kz сайтына кіріп, осы жерде сайтты басқа беттегі выбрать ЭЦП-ны таңдаймыз. Өзіңіздің ЭЦК кілтіңізді таңдап, және құпия сөзді тереміз. Открыть батырмасын басып, таңдап подписайтты басамыз. Осы жерде бізде подать документ сарымен тұрады, осыған басып. Осы жерге поисқа уведомление деп жазып, найти батырмасын басамыз. Бізде уведомление о применяемом режиме налогообложения деп шығады. Осыған подать деп басамыз. Осы бір беттік бізде неміз шығады. Осы жерге белгілейміз. Егер де упрощенка режимде қалғыңыз келсе, А батырмасын басасыз. На специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Астында по причине добровольной деген таңдайсыз. Келесі бізде осы біз таңдаған налогообложениеміз условияларға сәйкес келеді, және де осы барлық жауапкершілікті өз мойныма аламын деген белгілерді таңдап, егер де содан кейін астына өзіңіздің ИП-ның местонахождение жазасыз. Егер де сізде кодыңызды білмейтін болсаңыз, аудан тұрған жерге келіп, өз ауданыңызды жазсаңыз болады. Кейде автоматом дұрыс шығады да, кейде дұрыс шықпайды. Сол себептен мысалы, бұл жерде Қарасай ауданы болады. Жаңағыдай Наурызбай деп тұрса, Қарасай деп өзіңіз жазып, УГД номері 0905 болады. Мысалы, сформировать деп арқарай басасыз. Бізде осылай отчетымыз шығады. Енді подписать и отправить батырмасын басып, ЭЦП кілтімізді таңдап, паролімізді жазамыз. Открыть, подписать батырмасын басамыз. Міне болды. Енді бұл заявление кеткен-кетпегенін білу үшін налоговый заявлениеге кіреміз. Осы жерде статус подписан деп тұрса, біздің неміз дұрыс жасалынды. Егер де сізде түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыз болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.